Баршаңызға қайырлы күн достар. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен ұйғыр самсасының рецептісімен бөлісемін. Бұл самса өте қытырлақ, жұмсақ және де үлпілдек болып шығады, ауызда ериді. Сондықтан міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Керек ингредиенттердің мөлшерін описаниеден көре аласыздар. Бірінші, ұнға сары майды салып, қолмен жақсылап араластырамыз. Біздің сары майымыз ұнға жақсылап сіңуі керек. Мучная крошка жасаймыз. Мучная крошка дайын. Енді бөлек ыдысқа жұмыртқаның сарысын, 2 жұмыртқаны, қаймақты қосып араластырамыз. Жақсылап араластырып алдық. Енді осы массаны ұнымызға саламыз және де жақсылап араластырып қамыр илейміз. Ең соңында салқын су қосып жібереміз. Біздің қамырымыз жұмсақ болу үшін жақсылап илейміз. Қамырымыз дайын. Енді осы қамырымызды тоңазытқышқа кем дегенде жарты сағатқа салып қоямыз. Одан соң қамырды алып, жақсылап ұн сеуіп жаямыз. Қатты жұқа қылмай, қатты қалың қылмай, орташа қылып жаямыз. Қамырымызды жайып алдық. Енді ортасына сары майды ертіп, жақсылап жағып шығамыз. Енді рулет қылып орап шығамыз. Осылай орап шығамыз. Одан соң тағы да тоңазытқышқа кем дегенде жарты сағатқа салып қоямыз. Бұл уақытта біз
салмасын дайындаймыз. Салмасына мен пияз, тартылған ет, тұз, бұрыш қостым. Сіздер өздеріңіздің қалауларыңызша салмасын өзгерте берсеңіздер болады. Мінекей біздің қамырымыз дайын. Осы қамырымызды өзімізге керек бөлшектерге бөліп аламыз. Осылай домалақтаймыз. Енді қамырымызды жақсылап жайып шығамыз. Ұйғыр самсасының өрілу жолы аса қатты қиын емес. Осы видеоға қарап көрсеңіздер болады. Міне біздің самсаларымыз дайын. Енді осының бетіне жұмыртқаның сары уызын жағып, қызып тұрған пешке 200 градуста 35-40 минут пісіріп аламыз. Біздің самсаларымыз пісіп шықты. Дәмі өте керемет. Бұл самсаны менің отбасым сүйіп жейді, өте қатты ұнайды. Сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Рецепті соңына дейін көрген болсаңыздар, лайк басып, менің каналыма тіркеліп кетіңіздер. Баршаңызға ас болсын.